Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамында ұн жоқ, қант жоқ, бірақ сонда да өте дәмді, жасалуы да өте оңай, диетада жүрген, салмақ қосқысы келмейтін, бірақ тәтті жегісі келетін жандарға арналған ПП чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қазір каналға тіркеліп қойыңыз, және де осы видеоның астына лайк басып қойыңыз, содан кейін барып видеоны толығымен тамашалаңыз. Ендеше ең алдымен бірінші слой бисквитін дайындайық. Ол үшін бізге 10 грамм кебек керек, яғни орысшасы отруби. Оған 5 грамм қамыр қопсытқыш қосамыз, және де қанттың орнына қант алмастырғыштың 6 грамм қосамыз. Ол жай қантқа қарағанда өте дәмдірек. Және оның үстіне 15 грамм какаоны қосып, осы құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Енді бізге керегі 2 жұмыртқа, 2 жұмыртқаны миксерін немесе жай ғана осылай венчиктің көмегімен шамалы араластырып аламыз, және де оның үстіне біздің дайындап қойған құрғақ ингредиенттерімізді салып, жақсылап түйіршіксіз қамыр жасаймыз. Енді осы дайын қамырымызды 16 диаметрлік формаға құйып, қызып тұрған пеште 180 градус пешті алдын ала қыздырамыз, және сол пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Піскенін таяқшаның көмегімен тесіп, тексеріп көрсеңіз болады. Егер сіз чизкейкті 16 диаметрден үлкен қылып жасаймын десеңіз, онда осы құрамындағы ингредиенттердің барлығын 2 есе көп қылып қосасыз. Ал енді екінші слой, жидек қосылған слой дайындаймыз. Ол үшін бізге 30 грамм суға 10 грамм желатин қосып, араластырып қоямыз. 20 минутқа қойып қоямыз, араласып біздің желатиніміз ісіну керек. Оған дейін 20 минут, 15-20 минутта біздің бисквитіміз де дайын болды. Дәл осы күйінде формадан шешпей суытамыз, тек астындағы фольгасын ғана алып тастаймыз. Ары қарай 150 грамм жидекті кез келген алсаңыз болады. Менде бұл жерде смородина. Жидегімізді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Одан кейін 350 мл кілегейді, яғни сливкиді жақсылап микроволновкада ысытамыз. Ыстық боп тұрған кілегейдің үстіне біздің ісініп тұрған желатинімізді саламыз. Сонда ыстық кілегеймен араласып желатин жақсылап ериді. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап желатин толығымен ерігенше араластырамыз, және де оның үстіне 6 грамм сахарозаменитель, яғни қантты алмастыратын қосамыз, және де шамалы ванилин немесе 1 шай қасық ванильді қант қоссаңыз болады. Енді осы біздің араласып тұрған желатин сливкиімізді жаңағы жидектің үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің екінші жидек қосылған слойымыз дайын. Осы уақытқа дейін біздің бисквитімізде жақсылап суыды, соның үстіне құямыз, және де осы бисквит пен желатин жақсылап қату үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып қоямыз. Енді үшінші слой, шоколадты слой дайындаймыз. Дәл солай 30 грамм суға 10 грамм желатинді қосып қойып қоямыз, және де 100 грамм суды ысытамыз. Сол 100 грамм судың үстіне біздің жақсылап ісініп тұрған желатинімізді саламыз. Сонда ыстық сумен желатин араласып, жақсылап ериді. Енді осының үстіне тағы да 5 грамм қант алмастырғышты қосамыз, және 20 грамм какао қосамыз. Менде мына жерде стаканым шағын болып какао кішкене төгіліп кетті, сондықтан сіз кішкене үлкенірек ыдысты қолдансаңыз болады. Мен үлкен ыдысқа ауыстырып, какаоны тағы да қалғанын қостым. Бұл жерде 20 грамм какао. Енді какаомызды жақсылап араластырамыз сумен, және де кішкене дәм беру үшін шамалы ванильді қант немесе ванилин қоссаңыз болады. Енді осыны толығымен біркелкі түйіршіксіз сұйықтық болғанша араластырамыз,
және де 1 сағаттан кейін біздің чизкейкімізді алып шығып, соның үстіне 3-ші слой етіп құямыз. Осы слойда жақсылап қату үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа, холодильникке салып қоямыз. Міне 1 сағаттан кейін біздің 3-ші слойда жақсылап қатты. Осылай пышақтың көмегімен шетін жақсылап кесіп босатамыз және формамызды шешеміз. Осымен біздің чизкейкіміз дайын. Жасау өте оңай, калориясы аз. Егер сіз диетада жүрсеңіз, тәтті жегіңіз келсе, дәл осы чизкейкті жасасаңыз болады. 350 грамм кілегейдің орнына жұмсақ ірімшік, яғни творог қоссаңыз, калориясы одан сайын азаяды. Сіздер де жасап көріңіздер, жасалуы өте оңай. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, ары қарай сіздерді керемет рецепттермен қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.